Сәлем достар, бүгін сіздерге айранмен жасалатын кекстің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл кекстер өте дәмді, жұмсақ әрі тез дайындалатын болады. Соңына дейін видеоны қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Сол кезде кекстеріңіз жұмсақ әрі жақсы көтеріліп пісетін болады. Енді осы массамызға ерітілген май мен айранды құйып, бір келкі болғанша миксерлеп жібереміз. Сонан кейін ұн мен соданы қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Соданың орнына қопсытқыш қоссаңыздар да болады. Міне осылай бір келкі болғаннан кейін өшіріп миксерімізді формамызға саламыз. Форманы алдын ала дайындап қоясыздар. Әр формаға 2 қасықтан немесе 3 қасықтан саласыздар. Осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп аласыздар. Міне кексіміз дайын болды. Кекстерімізді суытамыз. Кексім суып жатқанда енді крем дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын және жұмсақ сары майды салып, бір келкі болғанша араластырып, сонан кейін барып миксерлеп жібереміз 1-2 минуттай. Креміміз дайын болды. Енді бұл кремді кондитерлік мешокқа салып, қалағандарыңызша әсемдейсіздер. Мен 2D деген насадканы алып, гүл қылып әсемдедім. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздерде міндетті түрде осы кексті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.